Әрбір мемлекетте халықтың тұрмыс-тіршілігін, қоғамдық қатынастарын реттеп отыру үшін заңдар қажет. Әрине, уақыт өте, заман өзгерген сайын заңдар да солай жетілдіріліп отырады. Ежелден бері қазақ халқының заңдарға деген көзқарасы ерекше болды. Ұлы дала әрқашанда өз заңдары бойынша өмір сүрді. Қазақ тарихында соңғы 500 жыл аралығында аса белгілі де ықпалы 4 заң болды. Біріншісі Қасым ханның қасқа жолы болса, екіншісі Есім ханның ескі жолы. Үшінші заңдар жинағы Тәуке ханның 7 жарғысы болатын. Бұл 3 заңның әрқайсысы өз заманының ерекше жағдайларына байланысты болған. Қасым ханның қасқа жолы деген заң қазақ хандығының ең күшейген кезінде пайда болған. Есім ханның ескі жолы қазақ халқының жер аумағы толық қалыптасқан кезде жасалған. Біздің бүгінгі әңгімеміз Тәуке ханның тұсында құрастырылған 7 жарғы заңы туралы болады. Тәуке ханның әкесі Жәңгір 1652 жылғы жоңғарлармен болған ұрыста қаза тапты. Осыдан бастап 1680 жылы Тәуке хан таққа отырғанға дейін қазақтарда ортақ хан болмай, әр жерде бір-біріне бағынбайтын кіші хандар пайда болып, ел ішінде тәртіпсіздіктер орын алады. 1680 жылы Тәуке хан билікке келісімен осы тәртіпсіздіктерді жою үшін баршаға ортақ заңды шығаруды қолға алады. Тәуке хан қазақтың ең атақты 3 биінен халықтың бұрынғы әдет-ғұрып заңдарды негізге алып, зол заманға лайықтап және заңдар құрастыруды тапсырады. 7 жарғы заңдары 7 ережеден тұрады. Жер дауы, жайылымдар мен суадар жайындағы мәселелерді реттейді. Құн дауы, кісі өлтіргенін және ауыр дене жарақатын жасаған үшін жауапкершілікті анықтайды. Ру мен тайпа арасындағы дауларды шешеді. Жесірлер мен жетімдерге байланысты жесір дауы деп аталады. Қылмыстық істер туралы ережелер. Неке заңы, отбасы мен бала тәрбиесі туралы ережелер. Және ең соңғысы әскери міндеттері реттейтін отан қорғау туралы ережелер. Қазақ халқының есінде Тәуке хан билік құрған жылдары қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман деген атаумен қалса, кейбір зерттеушілер бұл жылдарды қазақ тарихында алтын ғасыр деп санайды. Сол замандарда міне осындай заңдар болған. Ал қазіргі ата заңымыз 1995 жылы 30 тамызда бүкіл халықтық референдумда қабылданды. Оның құрылымы кіріспеден, дос бөлімнен және 98 баптан тұрады. Конституцияға сәйкес мемлекеттік билік заң шығарушы, атқарушы және сот билігі 3 тармаққа бөлінеді. Заң шығарушы билікті жүзеге асыратын ең жоғары өкілетті орган қос палаталы парламент. Жоғары атқарушы орган үкімет болып табылады. Ал сот билігі қоғамда туындап жатқан нақты істерді мен дауларды шешеді.